Достар, сериал алынып жатыр ма? Онда каналға кіріп, тіркеліп кетіңіздер. 100 000 подписчикке жеткен кезде сіздерге осы айфонды подарок ететін боламыз. Не істеп жатырмын? Бәрі жоқ қой үйде. Осы кезге дейін ауырмап болған мен, Ай, Алима азамайын. Алло, Алима, қалайсыңдар? Алима, ерке ауырып, мазам болмай тұр дейді, не істесем болады? Иә, ол кейде сөйтеді. Ешқайда шығарма үйде болсын. Қазір сәлден соң дәрілер бар, әкеліп. Жақсы. Алло, досым. Алло, досым, бүгін бара алмаймыз. Инвесторға бара алмаймыз. Еркегің мазасы болмай тұр. Ауырып тұр, жақсы. Ерке балам, шай ішіп алшы, ыстықтай жақсы болып қаласың. Тәуетім болмай тұр. Сосын ішем. Жарайды, қасыңа қойып қойын ішерсің, Бір өзгілді. Балам, не болды? Мама? Жағдайың қалай? Мама, не істеп жүрсіз? Ештеңе болған жоқ. Бәрі жақсы, сәл мазасызданып тұрмын. Жүр, үйге барасың ба? Жоқ, осы жақта бола берем. Мынау ішетін дәрілері қалай қашан ішетінін өзі біледі. Қап. Бір дәріні машинада қалдырып кеттім. Жүр, ала саш. Менің шаруаларым бар. Ерке, бір нәрсе қажет болса, маған міндетті түрде хабарлас. Жарай ма, күн? Жарайды. Уайымдамаңыз. Саламыз. Жатып демал, ыстықтай шайың ішіп ал, қазір келем. Шайың ішіп ал. Мамаға хабарласқан нәрсе. Алло. Алло, қалайсың Ерке? Мен ғой Ару. Ару? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Молодец, кеше жақсы күрестің. Чемпион болуына тек сәттілік жетіспей қалды. Мен сені олай жақсы күреседі деп ойламаппын. Иә, негізі ұттаса болатын еді. Просто аяғым тайып кетті. Жарайсың. Бүгін мектепте көрінбейсің ғой. Бүгін ауырып жатам, мазасызданып едім. Бүгін қайырымдылық аукционын ұйымдастырып жатыр едік. Сен керек едің маған. Болған дұрыс еді негізі. Жақсы, онда тез етіп жазылып кет. Жоқ, негізі ондай қатты ауырып жатқан жоқпын. Қазір барам, обязательно. О, жақсы болды. Онда көріскенше күтем сені. Жақсы, давай. Дәрілерін дұрыстап ішсін. Жақсы. Қадағалайсың ғой, Сосын үйден шығарма. Күніне бір рет ішеді ғой? Иә, күніне бір рет өзі біледі. Қалайсыңдар? Қалайсың? Ерке қалай, жақсы ма? Кішкене мазасызданып тұр. Мен жолшыға дәрілер алып едім жаңа. Не дәрі? Енді точно қай жері ауырып тұрғанын білмегесін. Бастікінде, іштікінде, құлақтікінде, мұрындыкында бәрін алдым. По-любому жазып аламыз о баланы. Сендер мына түрлермен баламды өлтіріп қойсыңдар ғой? Керек емес, берме. Мен берген дәрілерді ғана беріңдер. Дұрыстап қараңдар. Жақсы. Жарайды, мен шаруалар.
Бүгін инвесторге тағы бармаймыз ба не? Мазасы болып тұр, солай болып қалып тұр енді. Мына дәрілерді ана аптекадағылар алмайтын шығар қайтып, иә? Үйде тұра берсін. Қанша ақша кетіп қалды? Ертең сен алып қалып жатсың. Қайқа барасың? Папа, мен жазылып кеттім. Ару шақырып жатыр, мектепте аукцион болады екен, қайырымдылық. Кеттік барайық. Қайдағы ару? Ауруың қақта? Мен жазылып кеттім, міне. Қой, мамаң не айтқан білесің ба? Дәрі ішіп үйде демалып жат деді ғой саған, емдел деді ғой. Кел, жүр. Кет, қаяқтан айтпай. Жүр. Балалар дайындықтарың қалай болып жатыр? Бәрі жақсы. Көмекшің ерке көрінбеді ғой? Ол мазасы болмай жатыр, бірақ келем деді. Жарайды онда, жақсылап дайындала беріңдер, е? Ару, мынау қайсы сенікі? Мынау ма? Сәл уайымдап тұрмын. Өтіп кетсе екен осы сурет. Уайымдама. Папаға айттым, именно осы суретті сатып аламыз. Рахмет, Ринат. Ана жерге қоя берейін ба оларды? Қыздар, тағы да бір қатар қоспаймыз ба? Адамдар көп болатын сияқты. Қазір көмектесейін. Жүр. Кел, мына жерге жат. Кішкене демалып ал. Қарап қойшы, тұрып кетпесін, я ма? Дәрі салып келем. Ерке, қатты ұрттысың ба не? Жоқ, нормально. Бәсе. Ерке. Тұршы келін, дәріні ішіп алшы. Тұр. Міне, осы ғой жетпей тұрған. Болдым, жазылдым. Отыр. Мынау деген дәрі олай бірден әсер етпейді. Нағара көзің айналасы. Қарауыт тұр, көрдің ба? Жат. Жат. Демал. Аяғың соз. Жазылса жазылған шығар, айтып тұрмын ғой, нормальмын деп. Сенің ойың барлығы ше, инвестор ғой. Біліп отырмыз. Қош. Қой, тап қазір соны ойлап тұрған жоқпын мен. Мен магазинге барып келем. Мынаны дұрыстап төсегін салып демалдыр. Түсіндің ба? Тұрып кетпесін. Болды, ерке. Жамылда, жат. Демалба. Баукаға жазылдым мен. Мен сеніп тұрмын ғой, әкең ғой көнбей атқан. Енді көндірсеңізші, бірінші мектептегі аукционға баратын болсақ, потом инвесторға барсақ күшті емес па? Күштісі, күшті ғой. Так, не істесек болады, Скорый шақыруға болмайды. Сені жатқызып тастайды, Так. Таптым. Таптым мен. Кете. Еркенің неден ауырып қалғанын таптым мен. Не болып тұрған? Көз тиген оған. Көз? Қумаш. Кеше білесің ба қалай күрескен? Жұрттың бәрі айқайлап жатыр. Кім бас, көз тиген оған. Мен сенбеймін оған. Баяғыда біздің ауылда бір бала тап осылай ауырған. Қысқасы, мен бір емші шақырып қойдым. Қазақы емдейді анау. Как көресің. Келе ма не сондай? Келеді қазір, мықты емші. Қош. Мықты ма? Мықты. Ендеше келесі слотқа кезегіміз келді. 7-ші Б сынып оқушысы Ахметова Фариданың жасаған мүсіні. Бастапқы бағасы 5000 теңге. 6000 теңге 1, 2, 7000 теңге. 7000 теңгеге 1, 9000 теңге. 9000 теңге сатылды. Мына үйден көздің иісі шығады. Сіз емес. Сізде емес. Көз тиген адам қайда? Ана жақта? Жақсы, рахмет. Айттым ғой, көз тиген деп. Адиш. Сұмдық. Көз өткен. Өткенде де сұмдық өткен. Көз өтетіндей сонша не істеп едіңіздер? Кеше арыстан сияқты күрескен ғой бұл бала. Енді байқап күреспейсіздер ме? Емді бастайық.
ойбай ойбай Өй, не болып, саған көз өткен ғой. ойбай не істеп отыр папаның? Енді емі солай шығар енді балам. Өй, саған көз тиген деймін. Әлі 9 рет ұру керек сені. Қандай 9 рет? Маған ешқандай да көз өткен жоқ. Мен просто сіздерге өтірік айта салдым. Мына кіммен Ару мен Ринаттың фотосын көріп едім, сөйтіп настроением түсіп кетті. Енді басынан солай айтпайсың ба енді балам? Соны айтсам дұрысын айтпайсың ба? Қаншама адамды әлек қылып. Өй, соны айтам болғанда. Мен ақшам кім береді? Сап-сау баланың бетіне түкіресің. Сабайсың. Үшеу саған ақша береміз ба не? Мә, саған дәрі. Бұл не істеймін мен? Сен білесің ба, мына қанша теңге тұратын? Мен қазір мынаны есептеп берсем, сен маған қарыз болып қаласың. Жүрші кеттік мен саған, түсіндірем мен. Жүр. Ой, жүр, қазір сөйлесеміз. Папа, мектепте аукционға барайықшы, бітіп қалады қазір. Жүр, кейіне бір. Анау сенде бір ақша бар ма, картинка алу керек болады ғой қазір. Карточкаде бар, жолай ала саламыз. Жүр, қалып қоямыз. Мына жерде болу керек. Жоқ па? 2 күн бұрын осы жерде тұрды ғой. Ой, досым, айттым ғой саған, бұл жақта банкомат жоқ деп. Мен жақында ғана көрдім осы жерде. Папа, су шығықшы онда. Су? Алып шыға бері. Қанша бар еді карточкаңда? 5000 теңге? 5-ақ мың теңге ма? Не алайын деп жүрсің сен аукционда? Енді бары сол енді тәуекел бірдеңесі болар енді оны тұр. Суын төле алып шығар жүр. Еще 500 теңгеге су алса, 4,5 теңге қалады ғой. Саламатсың ба? Сіздер біздің миллионыншы клиентіміз сіздер. Сол себепті супермаркетіміздің артынан миллион теңге ақшалай атасыз. Досым, аукционды жыртамыз. Ал енді соңғы слотқа да кезек келді. Жаңа қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Назарларыңызда соңғы слот Тұлпарова Арудың, яғни менің салған суретім. Бастапқы бағасы 5000 теңге. Папа, мына картинканы алайықшы, күшті. 7000 теңге. 7000 теңге Талғат ағаға. 7500. 7500 теңге Ақылтай ағаға. 10000 теңге. 10000 теңге Талғат ағаға. 10000 теңге тағы да кім береді екен? 10500. 10500 теңге Ақылтай ағаға. 20000 теңге. 20000 теңге Талғат ағаға. 20500. 20500 теңге Ақылтай ағаға. 50000 теңге. Қатарларыңмен жарыссаңдар. Талғат аға 50000 теңге. 50000 теңге тағы да қосамыз ба? 50500. 50500 теңге Ақылтай аға. 200.000 теңге. Не істейсіңдер? Кредит алуды қарастыра бересіңдер ма? 200.000 теңге рекорд. Талғат аға 200.000 теңге. 1, 2, Миллион. 1 миллион теңге Ақылтай ағаға. 1, 2, 1 миллион 3. Ақылтай ағаға сатылды.